Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаңа сабақ, 122 сабақ дыбыс және әріп деп аталады сабақтың тақырыбы. 13-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Ынтымақ күні. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін. Ортақ дәстүр ғұрып бай, ынтымағын суытпай. Шаңырағын көтерген, 100 түрлі ұлт жүзуықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел. 100 иыққа сүйенген, Қазақстан алып ел. Өлеңнің авторы Өтепберген Ақыпбекұлы. Ал енді балалар, өлең бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Өлең мазмұны 1 мамыр ынтымақ күніне сәйкес келеді. Ол мереке қалай аталады? Бұл мереке ынтымақ мерекесі деп аталады. Қалай ойлайсың? Өлең неліктен ынтымақ күні деп аталды? Бұл достық, сыйластық пен ынтымақ мерекесі. Қазақстанның кең шаңырағы астында 150-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Осы ұлттардың әрқайсысы бір-бірімен тату, бір шаңырақ астындағы бүтін бір отбасыдай. 1 мамыр мерекесінің мәні осы. Кестені пайдаланып өлең мазмұнын топта талқыла. Бұл жерде 3 топқа бөлініп, 1 топ халықтың ынтымағын паш етеді дейді. Бұл жерде достық күні туралы айтсаңыздар болады. Ал 2 топ 100 түрлі ұлт жүзуықтай дейді. Бұл жерде елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерінің бір атаның балаларындай тату, достығы, ынтымағы жарасып тұруы бүгінгі күннің дәлелі деп айтсаңыздар болады. Ал 3 топ Қазақстан алып ел дейді. Мысалы, бұл жерде Қазақстанның қонақжайлылығын, бауырмалдығын атап айтып кетуге болады. Әртүрлі тарихи жағдайларда жер аударылып, осы біздің Қазақстан елімізге көшіп келген ұлт өкілдеріне біздің еліміз қонақжайлылық танытып, құрмет көрсетіп, қазіргі таңда сол ұлттар біздің елімізде тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бұл біздің әрине қонақжайлылығымызды білдіреді. Міне осылай қысқаша ғана баяндап айтып беруге болады. Өлеңдегі ынтымақ, бірлік, паш етеді ғұрып сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Ынтымақ, бірлік, достық дегенді білдіреді, және де бұл ынтымақ, бірлік, достық синонимдес сөздер болып табылады. Бірлік, татулық дегенді білдіреді, паш етеді, жариялайды деген мағынада. Ғұрып ол адамдар арасында көп қайталанғандықтан дағдыға айналған істерді айтады. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап, түбір сөздің жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндіріп көр. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер халқымның ынтымағын, бірлігін сөздері. Бұл сөздердің түбірі халқымның, түбірі халық, ынтымағын, түбірі ынтымақ, бірлігін, түбірі бірлік сөзі, түбірі. Түбір сөздің жазылуындағы өзгеріс оған жалғанған жұрнақтың әсерінен жазылуында өзгеріс болды. 14-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Соңғы сөйлемдегі сөздерге дыбыстық талдау жаса. Соңғы сөйлем біз өте тату тұрамыз. Егер дыбыстық талдау жасайтын болсақ, біз сөзіндегі б дауыссыз ұяң, дыбысы дауысты жіңішке, з дыбысы дауыссыз ұяң, өте сөзіндегі дауысты жіңішке, т дауыссыз қатаң, дауысты жіңішке. Тату сөзіндегі т дыбысы дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, т дауыссыз қатаң, у дауысты жуан. Тұрамыз сөзіндегі т дыбысы дауыссыз қатаң,
О дыбысы дауысты жуан, Р дыбысы дауыссыз үнді, А дыбысы дауысты жуан, М дыбысы дауыссыз үнді, И дыбысы дауысты жуан, З дыбысы дауыссыз ұяң. Міне осылай дыбыстық талдау жасалады. 15-ші жаттығу мақалдардың жалғасын тауып жаз. Ырыс алды, ынтымақ. Бірлік болмай, тірлік болмас. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Егер мақалдардың мағынасын түсіндіретін болсақ, яғни ырыс алды, ынтымақ дегеніміз, ырыс, береке, бірліктің алдында ынтымақ тұрады. Яғни ынтымақ дегеніміз бұл татулық болған жерде береке, бірлік болады. Екінші мақал бірлік болмай, тірлік болмас. Бұл мақалдың да мағыналары бір-біріне өте жақын. Бірлік болған жерде ауызбіршілік болады, ауызбіршілік болған жерде іс оңға басады, кез келген істе нәтиже болады. Сондықтан да бірлік болмай, тірлік болмас деп айтылған. Бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат. Бұл бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыстар: Б дыбысы дауыссыз ұяң, Р дыбысы дауыссыз үнді, Л дыбысы дауыссыз үнді, К дыбысы дауыссыз қатаң. 16-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Суреттегі тор көзге Ф әрпі бар сөздерді тауып жаз. Бірінші тор көзге телефон деп қойсақ болады. Екінші тор көзге футбол, үшінші тор көзге фабрика деп жазсақ болады. Енді осы сөздерге сөйлем құрайтын болсақ, бірінші телефон сөзіне менің телефоным бар деп сөз құрасақ болады. Екінші футбол сөзіне біз футбол ойнадық. Үшінші фабрика сөзіне мен құс фабрикасына бардым деп сөз құраса болады. 17-ші жаттығу: сөздерді тап, олардан сөз жұмбақ құрастырып көр. Бірінші сөзді құрайтын тілдік бірлік ол дыбыс. Екінші дыбыстың таңбасы әріп. Үшінші қазақ әліпбиіндегі әріп саны 42, кедергісіз шығатын дыбыс түрі ол дауысты. Міне осылай сөз жұмбақ құрастырсаңыздар болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, және міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.